Сәлем, мен Кинохан. Бүгін мен сіздерге Бреме фильмі туралы айтып беремін. Өрттен шыққан түтін Австралияның шексіз жазық даласынан жоғары көтеріліп жатыр. Туми абориген тайпасының қызы сол жазықтан орманға қарай жүгіріп келеді. Осы кезде кең өзеннің бойымен шағын үй қайық баяу жүзіп келеді. Балалардың заттары киім-жіптеріне ілінген, ал ішінде алаңсыз отбасы Энди, оның әйелі Кей және олардың кішкентай қызы Рози. Олар өздерін қайықпен саяхатқа шығып, тәжірибе жинақтап, әдемі жерлерді тамашалаған қала сыртындағы қарапайым отбасы сияқты ұстайды. Бірақ бұл бір қарағанда ғана солай. Энди аспанға ұшып бара жатқан шарды байқады. Жақынырақ қараса, жағада серуен құрып отырған басқа отбасының көреді. Күйеуі мен әйелі және олардың 2 баласы бар екен. Энди қол бұлғап сәлем береді, бірақ отағасы сәлемін қайтармайды. Керісінше Эндидің жағаға жақындауына тыйым салып тапаншасын көрсетеді. Энди оқиғаға түсіністікпен қарап, үйін одан әрі жылжытады. Кеш келді. Энди мен Кей түнде тоқтап қайықтарын судан шығып тұрған ағашқа байлайды. Энди өзеннен біртүрлі көрінетін алғашқы көмек қобдишасын алды. Оның ішінде шприц пен нұсқаулық бар екен. Олардың азық-түліктері азайып барады. Сондықтан Кей оларға тоқтап, тамақ алу үшін ең жақын қалаға баруды ұсынады. Энди оған қарсы, ол тамақ алу үшін отбасына қауіп төндіре алмайтынын айтады. Кей ашуланып қызының аш екенін айтады. Энди маршрут бойынша жүріп жағаға шығуды ұсынады. Онда оларды аурухана мен тірі адамдар күтіп тұр дейді. Осы уақытта Туми мүкпен түрлі бұтақтарды табанына жабыстырып отырады. Туми анасынан жасырынып жүр, сондықтан оның іздерін мүмкіндігінше осылай жабуға тырысады. Келесі күні Энди жағадан бір яхтаны көреді. Ол қайыққа мініп оған қарай жүзеді. Жартылай суға батқан яхта қараусыз қалған, бірақ оның ішінде көптеген азық-түлік пен заттар бар. Тіпті бір бөтелке шарап та бар екен. Бір кезде Энди шкафтан бір түрлі дыбыс шығатынын естиді. Дыбысты естіген ол тез тамақ жинап, қалқып тұрған кеме үйіне қайтады. Сол жерден ол тапқандарын Кейға көрсетеді. Эндидің әйелі қараусыз қалған яхтаның жанында отыру қауіпсіз бе деп алаңдайды. Энди оны қорқытқысы келмейді, сондықтан ешқандай қауіп жоқ дейді. Кей оны ұйықтауға жібереді де, күйеуінің көп күн бойы қырынбағандықтан яхтаға күйеуіне ұстара алу үшін барады. Кей іздегенін тауып кетейін деп жатқанда, шкафта тығылған тіршілік иесі оған шабуыл жасайды. Ол қашып үлгермейді. Энди қызының жылаған даусынан оянып кетеді. Еденде қан іздері жатады. Іздің артынан барып қараса, тістегеннен аяғынан қан кеткен әйелін көрді. Кей бұл тіршілік иесінің адам екенін, бүкіл құрлықты мекендеген зомбилердің бірі екенін айтады. Кейдің зомбиге айналу үшін 48 сағаты қалады. Сондықтан күйеуі мен әйелі үйді тастап, картада көрсетілген ауруханаға жаяу баруды шешеді. Олар жолда көлікке отыруды жоспарлайды. Азық-түліктерді жинап алып, Розиді арнайы орындыққа отырғызып жолға шығады. Энди мен Кей өзеннен жағаға шығады. Олар жағадан найза қадап өлтіріп өртеп тастаған адамдардың мәйіттерін көреді. Олардың бастары жерге көмілген. Күйеуі, әйелі мен қызы жазықты кезіп жүріп келеді, ал Туми болса аң аулауда. Ол қоянды ұстап алып, шұңқырға тастап жануарды қалай жеп жатқанын естімес үшін 2 қолымен құлағын жабады. Олар трассаға жеткенде Энди мен Кей өздеріне қажетті көлікті тауып алып, оған жанармай толтырып жүрейін деп жатқанда зомби шабуылдайды. Бірақ кетіп үлгереді. Кейді зомби тістегеннен кейін бірнеше уақыт өтеді. Ол сұп-сұр және ауырып тұрған сияқты болады. Келесі аялдамада Энди картаны зерттеп отырғанда, ол қызының жаялықтарын ауыстырып жатқанда, оның ұстамасы ұстайды. Кей жерге құлап, аузынан сұйықтық шашырайды. Туми шұңқырда отырған тіршілік иесіне тағы да тамақ әкелді. Бірақ бұл жолы ол тамақты жемейді, өйткені ол қашып кеткен болады. Туми қорқып, оны іздеуге шығады. Жолда келе жатқан Кей өмір сүруге көп уақыты қалмағанын түсінеді. Күйеуі мен қызын тастап кетуге, оларға қауіп төндірмеу үшін өз-өзіне қол жұмсауға тырысады. Кей күйеуіне өзінің оларға қауіпті екенін түсіндіріп айтады. Бірақ Энди әйелін тастап кете алмайтынын айтып, ол оны ары қарай жүруге көндіреді, өйткені құтқаруға әлі де үміт бар дейді. Рульде отырған Энди 1 секундқа алаңдап кетеді. Осы кезде жолда бір зомби пайда болады. Бұл тірі адам деп ойлап Энди оны айналып өтпек болғанда, бірақ рульге ие бола алмай, ағаштың тамырына соғылады. Кейдің ішіне ағаштың тамыры кіріп кетеді. Энди болса соққыдан есінен танып қалады, ал есін жиғанда әйелінің зомбиға айналғанын көреді. Энди қызын құтқарғысы келгенде Кей оны тістеп алады. Розды көліктен түсіргеннен кейін Энди қайтып келіп, зомбилерді өлтіруге арналған арнайы шприцті әйелінің басына салады. Энди сағатын тағып, кері санақты 48 сағатқа белгілеп, Розиді сөмкеге отырғызып жолға шығады. Жолына тұрып қалған сол зомбиді кездіргенде Энди оны өлтіргісі келеді, бірақ сол кезде Туми пайда болып, зомбиді қорғайды.
Ол зомбиді өзімен алып кету үшін алақанын кеседі. Зомби оның әкесі болып шығады. Туми мен әкесі кетіп қалады, ал Энди ары қарай жолын жалғастырады. Ол адамдар тастап кеткен шағын ауылды табады. Бірақ мұнда шамдар жанады, яғни тірі қалған адамдар бар дейді. Энди ғимараттардың біріне кіріп, бұрынғы мұғалім Эттаны кездіреді. Ол Энди мен қызын бірге түнге қонуға қалдырады. Содан кейін оған Туми мен оның руластары туралы айтып береді. Ол рак ауруына шалдыққан, сондықтан оларға көмектесе алмайтынын айтады. Рак ауруына шалдыққан Эттаның уақыты аз, сондықтан ол Роузды қасына алып қаламайды. Энди қайтадан жолға шығады. Жолда қақпанға түсіп өздігінен шыға алмай қалған Викті кездіреді. Оның мылтығы бар. Энди оған көмектеседі, ал Вик оны өзімен бірге үйіне апарады. Онда Виктің дос қызы Ларри күтіп тұрады. Энди олар ерлі зайыптылар деп ойлайды. Вик Роузды Ларримен қалдыруды ұсынады, сосын Эндиді өзімен бірге алып кетеді. Ол оны Туми отырған клеткаға әкеледі. Зомбилер клетканың айналасына жиналып қалған екен. Вик оларды өлтіреді, содан кейін бағалы заттарды іздейді. Вик Эндиге әлемде апокалипсис болып жатқанда, ол әртүрлі заттарды жинайтынын түсіндіреді. Және кейінірек, зомбилер жоғалып кеткенде, осы әлемді басқару үшін ресурстарға ие болады деген үмітпен газ ұңғымаларын басқарады. Туми бар клеткадан кейін олар басқа клеткаға барады. Онда Тумидің тайпасынан бір адам отыр. Ол оны данышпан деп атайды. Сол жерде де Вик зомбилерді өлтіріп заттарын алады. Энди өзінің көп уақыты қалмағанын түсінеді. Түнде ол тұрып қызын сүйеді да өзін өлтіру үшін Виктің үйінен кетіп қалады. Бірақ Ларри оған жол бермейді. Ол Роузды алып қашпақшы. Қыз Эндиге Вик күйеуімен бірге жұмыс істегенін және оны зауытта өлу үшін қалдырып кеткенін айтады. Ларри Виктен қашып одан құтылғым келеді дейді. Егер Энди көмектессе, ол Роузиге қамқорлық жасайтынын айтады. Осы кезде Вик оларды ұстап алады, содан кейін Эндиді ұрып құлатады. Оянған Энди өзінің Тумимен бірге шынжырланғанын түсінеді. Енді клеткада екеуі отыр, ал зомбилер оларға қарай ақырын келе жатыр. Энди шығатын жерді табады. Ол зомбилердің назарын аударып, Туми екеуі қашып кетеді. Туми данышпанды босатып алғысы келеді, ал Энди қызын қайтаруы керек. Бұл екеуі Виктің үйіне жасырын түрде кіреді. Олар Ларриді оятып, Роузиді ұрлап төртеуі қашып кетеді, бірақ Вик оларды қуып жетеді. Ол Эндиді мылтықпен атады, бірақ Ларри оны қорғап қалады. Вик қызды өлтіреді, ал Туми мен Энди қашып кетеді. Олар данышпан отырған клетканы табады, бірақ ол жерде данышпан жоқ. Келесі күні Туми әкесін табады. Оны өз руынан шыққан адамдар өлтіріп тастаған. Үмітсіз Туми Энди мен Роузды қуып жібереді, бірақ қыздың жылағанын естіп, ол оларды қуып жетіп көмектесуді шешеді. Үшеуі Эндидің қайығы арқандалып тұрған өзенге келеді. Ол бірнеше күн бұрын жағадан көрген отбасын тапқысы келеді. Ол зомбиге айналмай тұрып оларға Роузиді беруді жоспарлайды. Дегенмен отбасы ол жерде жоқ болады. Энди оларды іздеуге барады. Орманда бейіт қазып жатқан адамды көреді, ал оның балалары мен әйелі алыста ойнап жүреді. Адамды зомбилер де тістеп алған екен. Отбасын қорқынышты тағдырдан құтқару үшін оларды атып тастағысы келетінін, содан кейін өзінде атып тастайтынын айтады. Осыдан кейін ол Эндиге қаруын ал, өйткені онда Энди мен оның қызына 2 патрон қалады дейді. Энди бас тартып кетеді, бірақ оқтың атылған даусын естиді. Сосын Эндиді ол қуып жетіп өз-өзінің басынан атып тастайды. Энди оның мылтығын алады. Туми өзінің бетімен Роуздың бетіне ерекше май жағады, сондықтан зомби оларды сезбейді. Содан кейін ол өзінің отбасы жасырынып жатқан жерге баруды ұсынады. Бірақ олар көпір, содан кейін туннель арқылы өту керек болады. Олар жолға шығады. Туннельде ондаған зомби тығылып жатыр. Бірақ олар адамдарға зиян тигізбейді, өйткені олар ұйықтап жатыр. Шыға берісте Энди Виктің жүк көлігін және оларды күтіп тұрған Виктің өзін көреді. Вик Энди мен Тумиді байқайды. Ол қызды ұрады, ал қыздың басы рельске тиіп талып қалады. Энди мен Вик төбелеседі. Энди оны атуға тырысады, бірақ оны тек жаралайды. Өзі де жараланады. Вик Роузды өзіне тартып алады, бірақ Энди оған қызын қайтаруға және оларды жіберуге көндіреді. Вик көп ойланып келіседі. Энди әрең жүріп келеді, бірақ ол Тумидің жүруіне де көмектеседі. Қыз әлсіреп қозғалу қиынға соғады. Алда түтін көріне бастайды. Бұл олардың жақындап келе жатқанын білдіреді. Энди қазірдің өзінде зорға шыдауда. Оның көзінен және аузынан жабысып шырыш шығады, бірақ ол қалай болса да қызын қауіпсіз жерге жеткізуге бел буады. Энди жол жиегінде жартылай желінген жануардың өлексесін байқайды. Қансырап жатқан етті бас салып тістеп жегісі келеді, бірақ дер кезінде өзін тоқтатады. Ол өзімен бірге біраз етінен кесіп алады. Олар адасып жүргенде Тумидің тайпасы ондаған зомбилерді өлтіреді, содан кейін оларды отқа лақтырып өртеп жібереді.
Осылайша олар өз жерін инфекциядан тазартады. Айналаның бәрі ақ түтінге оранған. Энди өзін ұстай алмай өзгере бастады, бірақ бұған дейін ол Тумиден Роузиді қауіпсіз жерге жеткізуі туралы уәдесін алады. Қызымен қоштасып, Тумидің әлсіздігіне қарамастан оның отбасына жетудің жолын ойлап табады. Энди өзімен бірге алып кеткен жануардың қалдықтарын таяқтың айналасына орап, қызын мен Тумиді арқасына отырғызады. Туми Эндидің мұрнының алдында аңның қалдықтары бар таяқ ұстайды, ал ол зомбиге айналып, қан иісіне қарай жүреді. Жергілікті тұрғындар оларды табады. Оны өлтірмекші болғанда, тайпа басшысы қызын қауіпсіз жерге жеткенін білдіру үшін Роузиді Эндиге иіскетеді. Сосын Туми Эндимен қоштасып, оны өлтіреді. Қыздар қауіпсіз жерге жеткізіледі. Онда көптеген тірі қалғандар жиналған. Олар кері үйлеріне қайту үшін жер бетінің зомбилерден тазаруын осында күтуде. Каналға жазылуды ұмытпа. Алдағы уақытта қызықты фильмдер айтып беремін.